Қайырлы таң, қайырлы күн, қайырлы кеш, құрметті қазақ хоккейінің жанкүйерлері. Ауру ғой негізінен, трактордан емес, Амурға қарсы барлық ойындарда біз ауру ғой деп ауыр айтқан жоқсың ба? Андай кішкене қорқынышпен шықты деп өзі де айтып кеткен болады өткен пресс-конференцияда. Әлсіз бастадық деп айтсақ, толық мен өзім солай айтайын енді. Әлсіз бастадық. Басқалармен салыстырғанда өте сәтсіз бастадық. Тайс Томпсонның жұдырықтасқанын сәтін ұмытпау керек сияқты ғой. Кәдімгідей қарсыласын Томпсонға тұрады екен ағыз. Әлеуметтік желіде шықты. Сыбыс бар, иә, сыбыс бар. Бір қақпаш келеді деп. эгоист ойыншы деп есептеймін мен өз басым. Сол жағы сәл минустау. Қайырлы таң, қайырлы күн, қайырлы кеш, құрметті қазақ хоккейінің жанкүйерлері. Сіздермен бірге Қазақстандағы ең үздік, ең танымал бағдарлама Пульс хоккей. Медина бұл жерде қатты кетіп қалған сияқтысың. Енді біздің қазір екінші шығарылым, бірінші шығарылымда 168 ғана қаралым жинаған болатынбыз. Сондықтан болашақта ең танымал деп айтқан дұрысырақ болатын шығар. Иә, толықтай келісем, себебі хоккей жанкүйерлері қазақша контентті көп күтеді. Біз сол сенімді ақтаймыз деп ойлаймын. Сондықтан достар, құрметті біздің жанкүйерлер, соңғы 4 ойын бойынша сөйлесейік. Ал, құттықтаймын. Маусым басталды, сол туралы бастайық әңгімемізді. Иә, енді хоккейді өте ұзақ күтіп қалдық. Барлығымыз сағынып күттік. Алғашқы шығарылымда енді біраз талқыладық. Бүгін енді Барыс командасының алғашқы үйдегі сериясындағы 4 ойын талқылаймыз. Жалпы енді қазір бізде бүгінгі студиялық бағдарламада әдеттегідей сарапшылар таныстыра өтейін. Барыс командасының жанкүйерлері әрбір ойыннан қалмай барып көріп жүретін сарапшыларымыз, үздік сарапшылар Қазақстанда қазақ тілді. Арлан, Айдай, Медина және мен Бағдаулет. Олай болса енді бірден қазір сарапшы ретінде емес, команданың жанкүйері ретінде алғашқы 4 ойынды қалай бағалайсыздар? Жалпы маған ұнап жатыр басынан бастап. Яғни маусымның басталуы, трактормен өткен ойын атмосфераға толы болды. Жанкүйерлердің аренаға жиналғаны барлығы жоғары деңгейде болды. Маған қатты ұнады жанкүйер ретінде. Маған да. Барлық ойындардың барлығы үлкен деңгейде, андай эмоционалды түрде күшті өтті деп ойлаймын енді. Иә, енді биылғы маусымда жанкүйерлер өте көп жиналып жүр. Тіпті осы соңғы жылдардағы рекорд деп айтуға болатын шығар. Минстің Динамосына қарсы 12 мың. Өзі Барыс арена білесіздер, 12 мыңға арналған. Сол 11.626 қателеспесем, осындай жанкүйер жиналған болатын. Бұл тағы бір қолдау болды. Ерекше бір көрсеткіш деп айтуға биылғы маусымда. Олай болса, әрбір ойынға жеке-жеке тоқталайық. Енді қазір ойындар талқыламас бұрын Барыс командасындағы ең басты тұлға бұл Михаил Кравец, Михаил Григорьевич, осы кіші айтайық дейік, маусымның басында келді. Енді алғашқы 4 ойында команда 3 жеңіске жетті, бір ойын жеңілді. Шығыс конференциясында әзірше 6 ұпаймен 3-ші орында келеді. Михаил Кравецтің алғашқы 4 ойындағы жұмысы. Михаил Кравец жайлы не ойлайсыңдар? Кравец енді бірден өзінің мықты маман екенін дәлелдеді. Күндер ма енді осындай ойын болады деп, жеңіске жетеміз деп. Әрине күттік. Жаңа тренер болғаннан кейін үлкен үміт арттық негізі. Енді айта алмаймын, күттік деп, бірақ трактор мен Амурдағы ойыннан кейін Барыс мықты жаңа деңгейге шыққаны көрініп тұр. Шынымен де білікті маман өзінің тактикалық жағынан қойған ойындарын көрсеген мықты. Трактор енді біз білеміз, ол алдыңғы жылғы финалист емес пе? Иә, былтырғы жылы финалға жеткен. Финалист болды. Финалистпен 4-3 есеппен аяқтау енді ол үлкен деңгей деп санаймын. Иә, енді овертаймда жеңгенін ұмытпайық. Олай болса енді трактор жайлы айттық, бірден трактордың ойынына көшейік. Осы ойын өте маусымның алғашқы ойыны, енді жанкүйерлер толық аренаны толтырмаса да жеткілікті деңгейде қолдау көрсетті деп айтуға болады. Және былтырғы жылдың финалистері бұл ойында сөзсіз ойынның алдында трактор фаворит болды. Барыс командасы бапкер жаңа, ойыншы жаңа, көп жанкүйерлер үміт күткен жоқ. Сендер өздерің бұл ойында Барыс жеңетініне сендіңдер ме? Айдай, сен енді қанша жыл болды жанкүйер болып жүргеніңе? Мен сендім. Енді Михаил Кравецті қалай айтсам, шеберлігін тек осы маусым басталғаннан байқаған жоқпын. Оның алдыңға дейінгі ойындарда, яғни бізде жолдастық кездесу Сібірге қарсы 2 ойында аренада өз көзімізбен барып тамашалап, көзайым болып, жанкүйер болып қайтқан болатынбыз. Сол кезден ақ байқадым негізі Кравецтің шеберлігін. Сендім жеңетіндеріне, жақсы басылатынына маусымның. Және де сені мақталды. Енді жаңа осының алдындағы жолдастық кездесулер деп жатсың ғой, Сібірмен бірге Иван Рамзан атындағы турнирде сол ойынның өзінде де алғашқы 3 ойында көрініп тұрды. Ойыннан ойынға команда кәдімгідей өзгеріп келе жатқаны. Енді бізде арамызда кәсіби хоккейші бар. Бұл командасының шабуылшысы, капитаны
Капитан емес па? Ассистент. Айта кетсе кім қарап жатыр, біліп жатыр. Медина, енді осы ойыннан ойынға өзгеріп келе жатыр деп айтып отырмыз ғой. Алдағы уақытта Михаил Кравецтің жұмыстары одан сайын жақсара ма, қалай ойлайсың? Әлде осы деңгейде ұстап қалып, плей-оффқа шығуға бола ма? Мен ойымша енді үй сериясы енді ғана бітті. Сол енді осы сезон енді басталып жатыр ғой. Енді жаңа командамыз бір отбасыдай болып, жаңағы легионерлермен барлығы достасып, жаңағы бір кәдімгідей бір тұтас андай жұдырық сияқты ойнап жатырмыз енді. Негізі бұдан да жақсы ойнап кетеміз деген үміт бар. Себебі тренердің өзінен де көрінеді, ойыншылардан да көрінеді. Жаңағы потенциал бар, өздерін көрсете алады. Жақсы жағынан болсын, енді спорт болғаннан кейін енді қателіктер де бар. Қателіктер болса да оны жаңағы голмен жамап жатырмыз. Негізі үміт үлкен күтеміз, үлкен көп үміт бізде. Тракторға қарсы ойынды талқылайтып айттық қой, сол ойында 4 шайба, овертаймда голды есептейтін болсақ, Райли Уолштың голы өте тамаша. Сол голды есептегенде 3 шайба артық құрамда соғылды. Тракторға қарсы ойында сонда енді 3 шайба жібердік, өзіміздің қақпамызға соғамыз, жібереміз. Бірінші және олар соғып отырды. Осы орайда енді біздің қорғаныста әлі толықтыратын жерлер бар ма, әлде маусымға команда дайын ба тракторға қарсы ойында? Енді бұл біздің ауру негізінен, трактордан емес, Амурға қарсы барлық ойындарда біз бір ауру ғой деп ауыр айтқан жоқсың ба? Бірінші таймда шайба жіберіп алатын. Бірінші периодта бізде үлкен проблемалар бір ғой, негізі үлкен мәселе. Бірінші периодта міндетті түрде шайба жіберіп аламыз. Бірақ енді Михаил Кравец айтқан болатын, біздің мақсатымыз дәл қазіргі сәтте керісінше бірінші ол шайба соғу. Көреміз енді, ал енді қорғаныс туралы сұрақ қойдым. Қорғаныс туралы енді қиын әзірге айту. Толықта дайынбыз деп. Сіз айтасың енді, бізде қорғаныста қазір көбі бізде жарақат алғандардың қатарына енгізілді ғой. Гайтамиров, Тамерлан Гайтамиров. Маккошин алған жарақат, ол да бір ойынға қатысқан жоқ. Гайтамиров бар, Тайс Томпсон да жарақат алғандар, енді команданың былтыр жылы капитаны Роман Старченко. Сол себепті бізде енді шынымен де қорғаныс жағы сәл әлсіздеу. Оны мойындау керек. Оның үстіне қақпашының жалғыз екенін ескеретін болсақ, одан сайын ауыр. Енді ойыннан ойынға қарқын жинап келе жатыр деп отырмыз. Сол ойында Райли Уолш шешуші шайбаны соқты, овертаймда жеңісті шайбаның авторы деп айтамыз ғой енді. Және былтырғы маусым финалистерін жеңдік. Трактор командасында Зак Фукали кетті, бірақ дегенмен бапкер сол команда құрамында бірнеше ойыншы сақтап қалған көшбасшы ойыншыларын дегенмен ұпай жинадық. Енді осы орайда Райли Уолштың ойыны қалай ұнап жатыр ма? 44-ші номер бұрынғы дәл осындай ойыншы болған бізде. Даррен Диц. Даррен Диц. Негізі Райли Уолштың байқасаңдар соққылары всегда міндетті түрде қақпаға тиеді, міндетті түрде. Сондықтан солай енді қақпаға дәл шат деп отырсыз, иә? Өткен тосқолда тұрған ойыншыларға да тиіпті кең Райли Уолшты енді сұрмерген деп атауға болатын шығар. Соққысы дәл қақпаға бағыттағаны тура ғой. Және сол ойында 2 ұпай жинаған Ансар Шайхмединовты да айта кетуіміз керек. Маусымның алғашқы голын соқты. Жақсы шеберлікпен ойнады, өзін дәлелдей алды. Сол себепті Ансарға респект. Негізі сол легионердің арқасында деп ойлаймын тоже өз ойым. Өйткені оған дейін енді Ансар потенциалы жоғары ойыншылардың бірі болды, бірақ осы сезонда енді Михаил Кравец келіп одан сайын ашылды ғой негізінен Ансар. Қателеспесем, әрбір ойында бір ұпай алады, как минимум, кем дегенде. Пас беру болса да, соның өзінде де бір ұпай өзіне еншілеп отыр. Енді тракторға қарсы бірінші ойынды қорытындылай келе, команда негізі статистика жағынан трактордан басым болдық, Барыс командасы, оны айтуымыз керек. Шабуыл жағында енді бірінші кезеңде есептемегенде қалған, екі кезеңде біз басым болдық. Шабуыл жағынан, соққы жағынан барлығынан тіпті трактор командасы біздің ойыншылардың жылдамдығын үлгермей 11 рет ойын тартып бұзған, яғни 22 минутқа бір периодтан артық кем құрамда ойнаған, осының өзін айта кету керек. Енді осы орайда команданың үздік ойыншысы кім болды деп ойлайсыңдар? Командада кім сол ойында әлсізде ойнады? Сендердің ойларыңша? Уолш пен Ансар шығар. Өйткені Ансар негізгі уақытта, Уолш енді өзінің овертаймдағы соққан соққысы жеңіс гол. Білмеймін, әзірге осылай. Және команда капитан Кирилл Савицкийдің де голын айта кетуіміз керек сол ойында. Шешуші тоже. Өте жақсы. Команданы көшбасшы ретінде алға шығарып жетелеп жүрді ғой. Сондықтан Кирилл Савицкийді ұмытпауымыз керек. Енді сол ойында жақсы Ансар Шайхмедиев бір ауыздан келісіп отырсыңдар, иә? Ең нашар ойнаған кім болды? Или ондай сөздер айтпайсыңдар ма? Міне бізде не бар ғой? Хейтер бар ғой. Әлихан Өмірбеков. Ұнаған жоқ па сол ойында? Ұнаған жоқ. Ол ұнаған жоқ дегенде алда болған 3 матчта
сәл өзін көрсете алмады. Соңғы бізде Динамо Москвамен болған ойында өте жақсы көрсетті өзін, және де авторлық голын салған болатын. Жоқ, енді Өмірбеков сол ойында екінші бестікке көтерілді ғой. Мүмкін сол да көмектескен шығар. Сол кезде потенциалын аша алды деп есептеймін. Енді Тракторге қарсы біздер овертайм ойнадық. Екінші ойында да дәл солай Амурға қарсы бірінші периодта гол жібердік, және тағы да қуып жетуге 2-0-ден. Ол жерде енді кімбек команданың мінезі бар. Осында жетіп отырмыз, және сол ойында булиттер сериясына дейін жетті. Екі ойынның екеуінде де қосымша уақыт кетті. Былтырғы маусыммен салыстырғанда, биылғы маусымда Барыста мінез пайда болды ма? Қалай ойлайсыңдар? Өйткені Тракторге қарсы да, Амурға қарсы да жеңіліп жаттық, та Амурға қарсы 2-0 есебімен жеңіліп жаттық қой. Осыдан шығып тұрмыз. Бірінші период бойы біз гол салған жоқпыз. Екінші периодтың басында бірден ойын басталғаннан бірден өткіздік шайбаны. Негізінен қиын болды Амурға. Тіпті қателеспесем, ойын басында біз Амурдан ұту керек едік. Негізі Амурды қателеспесем не бойынша статистикалық мәліметтер болады ғой. Негізі біз сол ойында фаворит едік негізінен қателеспесем. Мен де енді сенімен толық келсем, өйткені біз былтырғы жылдың финалистері деп бағана айтып отырмыз. Трактор командасын жеңгеннен кейін фаворит команданы Амурға қарсы бір жеңіл болатындай болып көрінген. Бірақ десе де енді өте қиын матч болды. Енді Медина, сен де өзің хоккей ойнап жүрсің, командада қатысып жүрсің, шабуылшысың. Осы орайда 2-0 есебімен жеңіліп жатқан кезде осылай кэмбэк жасау, команданың екінші кезеңде бір настройын қалыптастыру, жаңағы мотивация беру, жігерлендіру қаншалықты қиын ол? Әлде негізі енді ойынға шықпас бұрын ол мотивация, жаңағы тренердің сөз сөйлегені бәрі әсер етеді. Әрбір адам енді ойынға шыққанда, мысалы, андай қорқыныш болады, бәрібір қорқыныш болады. Жаңа Михаил Кравецтің де өзі айтып жатыр, ойындарда жаңағы бірінші периодтарда шайба жіберіп алып отырдық, себебі андай кішкене қорқынышпен шықты деп өзі де айтып кеткен болатын өткенде пресс-конференцияда. Бірақ енді екінші кезеңде осы духтары жаңағы жігерленді, команда болып, бір жаңағы жұдырықтай дегендей сөйтіп ойнап кетеді. Негізі бұл негізі екінші период осындай шешуші болып саналады былай. Әрбір ойын солай негізі бізде. Екінші периодта қалай ойнайсың, солай бітеді деген. Жоқ, ол тек қана Барыс емес, жалпы негізі екінші периодта көп жағдайда сол шешіп кетіп жатады екінші период. Жоқ, ал Амурда не себеп болды, мысалға біз 2-0 ұтылып жатып, бір кезде камбэк жасап кеттік. Мысалы 1-2 кетті, 2-2, 3-2 қылып тастады. Сол екінші кезеңде негізі түбегейлі өзгерді ғой, меніңше. Сол Амурға қарсы екінші кезеңде негізі жақсы мотивациямен шықты деп айтты Михаил Кравец. Сол екінші кезеңді толықтай өзімізге алдық деп айтуға болады. Меніңше сол болған сияқты. Иә, дұрыс айтасың. Тайс Томпсонның жұдырық тасқанын сәтін ұмытпау керек сияқты ғой. Кәдімгідей қарсыласын Томпсонға қаттырады екен ағыз. Қарсыласына жақсы соққы қайтара алды. Сол жерде жанкүйерлерді жігерлендіріп, кәдімгідей команданы көтерген сәт болды ғой. Сол кезде айтып отыр. Енді, бапкер де сол кезде есіне шығып кетті. Содан кейін ойыннан кейін өзі айтты ғой, ойыншылар да барлығы. Тіпті анау ойын аяқталады ғой. Содан киім ауыстыру бөлмесінде ойынның үздігінен бөлек, жаңағы ойында береді ғой үздік ойыншы деп. Одан бөлек киім ауыстыру бөлмесінде команда үздік ойыншыны анықтайды. Сол кезде дәл осы Тайс Томпсонға берген Тахияны, Барыста Тахиян береді. Ойындағы сенің төбелесің шешуші рөл атқарды. Соның арқасында команда бір жаңа бір тим пайда болды деп айтқан. Негізінен тек қана команда емес, байқасаңыздар, жанкүйерлер де бірден төбелесті көрді ғой, Томпсон бүкіл несінің рухын көтеріп, жанкүйерлер де бірден оянды ғой. Өйткені енді хоккей андай ойын ғой, егер 2 шайба 3 шайба жіберіп алсаң, бітті, сен әрі қарай көргің келмей қалады, кейбір жанкүйерлер кеткісі келеді. Ал бірақ дәл осы ойында негізінен Томпсон шешуші ключевой момент. Жігерлендіре алды. Енді ойын булиттер сериясына жетті. Жаңа айттық қой, Трактор командасына қарсы 11 мүмкіндіктің 3-еуін голға айналды. Амур командасына қарсы 8 мүмкіндік болды, ешқандай голға айналдыра алмадық. Артық құрамды, 5 форматында. Арнайы құрам деп айтамыз ғой. Бұл жерде Михаил Кравецтің қандай тактикалық жұмыс жасамады ма, әлде білмеймін енді. Не кінәлі осындай артық құрамды пайдалана алмауымыз. 8 рет, 16 минут артық құрамды ойнадық. Жақсы сұрақ екен негізінен. Біздің кәсіп қой. Сарапшыларымыз, кәсіп қой, хоккейді бүкіл білетін. Так, енді не айтамыз? Сендерден болады ғой, мысалы 5-3 форматта ойнайсыңдар, бірақ реализация жоқ. Не себеп? Не себеп? Білмеймін дегенде енді мүмкін бір сәттілік біздің жағымызға қарай қарамаған да шығар ол ойында. Сол себептен жаңағы мүмкіндікті пайдалана алмай қалдық деп ойлаймын өзім.
Енді осы ойында Кирилл Савицкийді айта кетуіміз керек. Булитте жалғыз шайбаның авторы атанды. Және Андрей Шутовты айтуға болады. Ойыннан кейін қандай қуанған көріндер ма? Қақпаның бағанасына бейт. Сол кезде Кирилл Савицкий жеңіс шайбасының авторы, команданың капитаны. Осы жерде осы Савицкий жайлы айта кетейік. Роман Старченконың орнына биылғы маусымда команданың ішінде, қателеспесем солай айтты, дауыс беру арқылы Кирилл Савицкийді команда капитаны деп қойған. Енді бұл біріншіден Кирилл Савицкийге қалай әсер етті, сендердің ойларынша? Екіншіден Роман Старченкоға бір ұяттау жағдай жасаған жоқпыз ба деген ғой. Өйткені осыған дейін команданың көшбасшысы ретінде қажет жерде гол соғып жүрді Роман Старченко. Өрге сүйреп жүрді жалғыз өзі. Енді Кирилл Савицкийдің де осы Барыс хоккей клубына сіңірген еңбегі аз емес. 10 жылдан бастап уақыт бойы осы командада ойын ойнап өз өнерін көрсетіп жүр, және де команда капитаны деген атқа толықтай лайық адам. Өзін шебер көрсете алды. Осы маусым басталғалы енді голдың авторы атанып жатыр ғой. Амурға қарсы ойында да шешуші голдың авторы. Сол себептен ол тек бас бапкердің шешімі емес, толық команданың шешімі болғаннан кейін оны барлығы бір ауыздан қолдайды деп ойлаймын. Дұрыс айтасың, бұл жерде негізі жаңа осы Роман Старченко мен осы Кирилл Савицкий ғой, енді Барыстың легендалары, легенда дейміз ғой енді. Көптен бері келе жатқан. Ұят емес. Және сол Савицкий екінші ойын қатарынан гол соқты, команда қажет кезде табылып жүрді. Және команданың көшбасшысы ретінде мен де қарсы емеспін, лайықты болған сияқты. Және Роман Старченко қазір жарақатта, ал командаға лидерге қажет ондай уақытта, сондықтан лайықты болған сияқты. Лайықты адам қойған сияқты. Енді легионер қоя алмайды, жаңадан келген ойыншыны қоя алмайды. Жанкүйерлердің өздері мысалы, ведущий айтады ғой, мысалы Кирилл Савицкий деген кезде сол жанкүйерлер бірден дейді да мысалы. Үйренген ойыншы ғой. Енді осы қазір айта кетейін, осы Кирилл Савицкийдің капитан болуы, командадағы жарақат алған ойыншылар, осының барлығын дер уақытында біліп, қарап, оқып отырып не істеу керек екенін білесіңдер ма? Жоқ. Не істер, Sportpuls.kz сайтына кіру керек. Себебі биыл Sportpuls.kz сайты біздің Барыс командасының ресми ақпараттық серіктесі болды. Және сол жерде уақытлы барлық Барыс командасы жайлы ақпаратты оқи аласыздар. Одан бөлек әлемдік спорт жайында жаңалықтарды дер уақытында оқи аласыздар. Қалай? Sportpuls.kz. Қарап ал, жазып алыңдар, сақтап алыңдар. Енді осы бір ойыннан кейін Кирилл Савицкий үздік болып танылды. Әрине, Булиттер сериясында команда алғаш шығарған. Одан бөлек Андрей Шутовты айтуымыз керек. Өте тамаша қорғана білді. Булиттер сериясында өзіне бағыт 3 мүмкіндіктің қарсысын 3-інде тоса білді ғой. Ешқандай мүмкіндік қалдырған жоқ. Андрей Шутовтың ойынын қалай бағалайсыңдар? Шутов негізінен андай ойыншы ғой, бүйтіп. Оған бір отдельно шығарылым керек қой негізінен қазіргі таңда Шутов туралы. Енді шыны керек. Шутов сондай қазір деңгейде, қазіргі сәттегі прайм дейміз ғой, сондай әрбір ойында, әрбір шешуші сәтті қорғай білетін қақпадағы қақпашы осы Шутов. Дәл қазіргі уақытта Барыстың бас қаһарманы деп айтсақ қателеспейміз. Енді келсем сендермен. Одан кейін үшінші ойында осында бір керемет атмосферада, керемет көңіл күймен келдік. Және жалпы айта кетейікші, әлеуметтік желіде, Инстаграмда, ТикТокта, Тредста барлығын ашып қарайтын болсаңыздар, Барыс осы Қазақстанда соңғы жаңалықтарда енді футбол, бокс әлемдік деңгейде жарыс болып жатыр. Олардан бөлек Барыстың да кәдімгідей халықтың арасында кеңінен таралып кеткен көрдік. Үшінші ойында Минсктің Динамосына қарсы оған дәлел, толық салдау, жаңа айтқанымдай 11626 осындай не деген память болды. Болса да билет іздеп жүгірген жанкүйерлердің де қарасы өте көп болды. Оған өзіміз. Енді 12.000 арена соған толтыратындай болды. Одан бөлек енді былай билетсіз келгендер бар, есепте жоқтары. Соларды айтуға Қазбек Құрашты айтуға болады. Билетсіз кіріп жүр. Instagram стористерінен көріп қалдық. Осындай керемет атмосфера болды. Бірақ дегенмен команда жеңіліс тапты. 3-1 есебімен 1-3 енді кімге қалай? Не себеп болды, қалай ойлайсыңдар? Енді аренада sold out болды, жанкүйерлер көптеп келіп жатыр деп айтып жатырмыз ғой, бірақ ол жерде жанкүйерлердің саны да әсер еткен жоқ. Атмосфера қатты бір байқалған жоқ. Енді өзім ойында болдым ғой. Мен ойын басталған сәттен бастап мен сезіне алмадым ойынды. Білмеймін не себеп болды. Енді ойыншыларымыз 2 ойыннан кейін шаршап қалды ма, әлде жасып қалды ма белгісіз ғой. Сол ойын қатты өткен жоқ Минскпен арада. 3-1 есебімен жеңілдік. Біз бірінші өткіздік, теңестірдік,
одан кейін 2 шайба жіберіп алдық, иә? Осымен бітті ғой. Жоқ, сол жерде айта кету керек, 1-0 есебімен жеңіліп жатыр ғой. Екінші кезеңде теңестірдік та араға 1 минут салмастан олар екінші шайбаны соғып кетті ғой. Бізде осындай бір босаңсу бар да, әлі де болсын. Енді бағанадан кеше де сұрақ қойғанда да айтып жатырмын, бағана өзімізде сөйлесіп отырғанда айтып отырмын ғой. Командада қорғаныста шайбаны шығару кезінде қиындықтар бар екені әлі де болсын. Команда бір-біріне үйреніспегені көрініп тұр. Енді менің жеке пікірім де солай болып тұр. Осы Минскке қарсы жеңіліс, Тракторге қарсы ойында біздер бірінші ойында команданың екінші бестігінде қорғаушыны жарақат алып қалған Маккошин. Маккошин. Дмитрий Бреус екеуі екінші бестікте шығып отыратын. Осы Маккошинның жоқтығы Амурға қарсы ойында команданың булеттер сериясына дейін баруы Минсктен жеңілуімізге тікелей себеп болды деп ойлайсыңдар ма? Қалай ойлайсыңдар? Әлде бұл енді командалық жеңіліс па? Негізі енді командалық жеңіліс, бірақ дегенмен де әрбір ойыншының өзінің позициясы бар, әрбір ойыншының өзінің жеке орны бар ғой командада. Келісем, өйткені мысалы Маккошин бар кезінде мысалы 2 ойында ұттық мысалы ретінде. Енді Амурға қарсы ұтылсақ, Маккошиннің өзінің орны бар деген сөз, және оның да бір септігі бар деп айта аламыз. Бірақ сосын неге Динамо Минскке қарсы Осетов төбелесті ғой, қателеспесем, ме? Жоқ. Төбелесті ау деймін. Төбелесті, бірақ көңіспеде ол жерде рух. Топсын төбелесу керек ау деймін бізге рух көтеріп. Томпсон төбелесу керек, иә. Және сол ойында Томпсон жарақат алып қалды. Томпсон жарақат алған ойыншылардың тізіміне қосылды. Николишин, кім бар тағы? Старченко, Гайтамиров бар, өте көп ойыншылар. Қазір маусымның басында Бояркин бар, жарақат алып жатыр. Оливер Родриг кетіп қалды, мысалы. Оливер Родриг. Енді қазір онан ойындар талқылап болғаннан кейін жеке-жеке ойыншыларға тоқталамыз. Бұл жақсы. Минсктің Динамосына қарсы ойында кім үздік болды сендердің ойларыңша? Шутов сияқты менің ойымша. Себебі Шутов енді бір көп сейф жасады, себебі 3-тен көп гол салу мүмкін еді негізі Динамо Минск. Бірақ енді Шутов жақсы тұрды қақпада, сол себептен есеп 3-1 болды. Енді Шутов болмаса, мен ойымша 3-тен де көп жіберіп алатын бедік деп ойлап тұрмын. Енді дегенмен енді қақпашының қызметі ғой, қақпаны қорғау. Білем ғой енді, бірақ Шутовтың орны бөлек қой бәрібір. Сейфтарын да көрдік, кәдімгідей көзбен көрген ол басқа атмосферада. Сосын сол Шутов туралы айтқанда, Динамо Минсктің өздерінің тренерлары да айтып жатыр. Негізі олардың да командаларында жаңағы Зак Фукали дедік па? Сол қақпашы да ойында алып шықты деді. Негізі Динамо Минскпен біз бір неде болдық, бір сатыда болдық деп айтуға болады. Негізі жеңуге де болатын еді. Бірақ енді Динамо Минсктің өзі тренері да айтып жатыр. Негізі қақпашы үлкен рөл алып. Енді қақпашы жарты команда деп айтады ғой. Ойыншылардың тарапынан қақпаға қарсы бағытталған соққылар өте көп болды. Мысалға Дінмұхамед Қайыржанның соққыларын айтуға болады. Қаншама рет тіпті 5-тен артық гол салуға оның мүмкіндігі болды. Бірақ қақпашы өз шеберлігін көрсетіп, шайбаны қайтарып келді. Енді Зак Фукали соңғы маусымдарда Трактор сапында үздік ойыншы, үздік қақпашы, Құрлықтық лигасында үздік қақпашы атағын жеңіп алып жүрген қақпашы. Биылғы маусымда мінекей енді Минсктің Динамосына келді. Және алғашқы ойындардан дәлелдеп жүр, көрсетіп жүр. Тіпті сол Трактордың алдыңғы маусымда былтыр финалға дейін жетті ғой. Алдыңғы маусымда сол ширек финалдан жеңіліп қалатыны көптеген жанкүйерлер осы Зак Фукалиның жарақатына байланысты деп айтқан болатын. Өйткені соған дейін алып келді команданы. Ширектерден жарақат алып қалды. Трактор командасы сәйкетінше ұшып кетті. Сол жерден турнир жалғастыра алмады. Сондықтан енді осы орайда сұрақ пайда болады. Қазір қызық. Зак Фукали сонда Андрей Шутовтан мықты ма? Екеуін салыстырып қарағанда қалай ойлайсыңдар? Енді Зак Фукали ол құрлықтық хоккей лигасындағы бір ең үздік қақпашылардың бірі деп есептеледі ғой. Бірақ Шутов та одан артық болмаса кем емес. Шутов номер 1 біз үшін қазіргі. Иә, Медина енді сенімен толықтай келісем. Бірақ десе де Михаил Кравец айтып жүр, қақпашы керек, міндетті түрде егер плей-оффқа шығып, әрі қарай аржанда кезеңдерге қарай таласымыз келсе деді. Және әлеуметтік желіде шықты. Сыбыс бар, иә, сыбыс бар. Бір қақпашы келеді деп. Мүмкін енді біздің шығам дегенше ол қақпашы келеді деп қоятын шығар. Мүмкін келмейтін шығар енді, бірақ қақпашы келеді деп айтты, және бір шабуылшы келеді деп жатыр. Көреміз енді алдағы уақытта. Оливер Родриг келген. Бұл жерде енді тағы да ерекше бір айта кеткім келіп отыр. Барыс командасының шығарып салу сәті. Маркетинг бөлімі дейміз, қалай айтамыз? Маркетинг. Осы жағы өте керемет. Рилсқа салып, үстіне шапан жауып, Оливер Родригқа алғыс айтып, бірде ойын өткізген жоқ. Болмаса былай қарап тұрсаң. Жай шығарып жіберуге болады, бірақ десе де осындай бір қазақы нақышта керемет бір үлгісін көрсетіп, шапан жауып, құрметпен директордың өзі шығарып салып жатыр. Бұл керемет. Оның ойынын көре алмай қалдық. Бірақ енді тез жазып. Енді келетін қақпашы да осындай бір үздік қақпашы болады деген ойдамыз. Және
Соған сенеміз. Иә, сенеміз. Олег Бояркин қайта оралады деген ойдамыз. Соңғы ақпараттарына сенетін болсақ, өзінің жеке берген сұхбаттарында Олег Бояркин қазан айының аяғында қайтадан қатарға қосылатынын айтқан болатын. Көреміз енді, мүмкін оралып қалатын шығар. Мүмкін енді әрі қарай созылатын шығар. Жоқ, қазан айының аяғында жазылып қалуы мүмкін. Одан кейін енді білмеймін енді нақты. Бірақ бәрі енді жарақаттан кейін оралудың өзі де бір қиын процесс. Қиын ғой, қатарға қосылу. Иә, енді бірақ жанкүйерлер болып, команда болып Никита Бояркинді барлығымыз күтеміз ғой негізі. Иә, күтеміз. Сосын одан кейінгі ойын Мәскеудің Динамосына қарсы болды. Өте қиын ойын, айта кетуіміз керек. Себебі Мәскеудің Динамосы 4 ойын ойнаған, бізден бір ойын артық ойнаған, бірақ десе де соның біреуінде ғана ұпай жинаған. Онда да Магнитогорскқа қарсы, Металлургқа қарсы булиттер сериясында жеңіске жеткен, қалған 3 ойында жеңілген. Осындай бір аш күйде келді. Біреуінде овертаймда жеңілген, 1 ұпай, 3 ұпаймен келді. Енді 10-шы орында тұрған команда. Аш күйінде келді және ойынның алдында Мәскеудің Динамосы сөзсіз кез келген командаға қарсы ойнайтында Мәскеудің Динамосы фаворит болады. Ол әлсіз команда емес, атынан ат үркейтіндей команда ғой. Осы ойынның алдында сендер өздерің командаға сендіңдер ма? Мен сұрадым ойын алдында, кім қалай ойнайды, Мәскеуді жеңеміз ба деп. Кім сенді, кім сенбеді? Айтыңдар осы жерде жанкүйерлердің алдында. Как есть айтайын, шындық, әрбір ойында мен Барысқа сенемін. Өйткені Барыс енді тракторды жеңгеннен кейін, мен өмірше бір трактор жеңді, бітті барлық командалар ұтатын секілді, қонақта болсын, өзімізде болсын, барлығын ұтатын секілді осы команда. Енді сендім, ұтатынына сендім, тем более именно осы Динамо Москваға қарсы атмосфера енді өте сұмдық болды. Білмеймін неге. Медина, сен ше сендің бе? Мен білем, негізі шынымды айтсам, біз матчқа келдік, бірінші период басталды, секундтан кейін біз уже гол жіберіп алдық. Содан кейін кішкене сенім түсті енді. Бірақ Динамо Москва жалпы кішкене лас ойнады. Агрессивный команда бір. Олар эмоционалдық тұрғыда жаңа команданы жындандырды. Бірақ Барыс өте керемет ойнап шықты. Провокацияға берілмей, тек өздерінің темптерінде ғана ойнады. Және оны Михаил Кравец айтты. Енді қызық қалады. Айдай, сендің бе командаға? Мен мойындайын, енді болады ол арасында жеңіліс табады-ау деп ойлап қалатын кездер енді. Жоқ, өтірік сол, маған айтсайшы. Ойынның бас кезінде енді құрам таныстырылады ғой бізде. Соған құрамға қарап отырасында енді қалай болады екен? Қайыстамысың жоқ. Бізде көп нелер травма алғаннан кейін күмән болады. Бірақ енді есеп 3-2 болғаннан кейін мен сендім Барысқа одан кейін. Оған айтайшы, оған дейін қалай ойынғанда жеңеді деп ойлаған болдым. Қандай есеп? 4-2 есеппен? 4-2 есеппен. Бірақ ол керісінше Барыстың пайдасына шешілді, және де соңғы 5-ші гол бізге жеңіс әкелді. Иә, енді мәскеулік команданы айтып отырмыз ғой, жаңа өте қиын болды, бірінші кезеңде сенбедік деп. Сол мен айтқан болатынмын, сол бірінші кезең, осыған дейін 3 ойын бар ғой, соның салыстырғанда осы 4-ші ойында бірінші кезең өте бір әлсіз бастадық деп айтсақ толық, мен өзім солай айтайын енді, әлсіз бастадық, басқалармен салыстырғанда өте сәтсіз бастадық. Әлсіз емес. Михаил Кравецке біз осы сұрақты қойғанбыз пресс-конференцияда. Енді Михаил Кравецтің өзінің ойы бар, менің өзім ойым. Ол айтты, әлсіз емес. Жай жігіттер өздеріне әзірге сене алмады деді. Босаңсып па? Босаңсып қалды. Енді қорқып бастадық деп айтты ғой. Енді как есть. Жоқ, енді менің көзқарасым бойынша, сарапшы ретінде, мен енді бапкер емеспін, мен сарапшы, менің де өз ойым бар ғой. Менің көзқарасымда әлсіз бастады, жігіттер босаңсып бастады. Ешқандай бірінші кезеңде бар болған 5-ақ соққы жасағанбыз. Олар біздің қақпамыз 18 соққы жасаған, және бүкіл шартақтың бойында таластар, борт дейміз ғой енді, борт бойында таластар, шайбаға талас, одан бөлек қақпаның жанында анау қақпашы ұстайды ғой, сол кезде шабуылшы таласады ғой, Бетак дейді, жақын Бетак. Сол жерде таластар барлығында жеңіп қалып жатырдық. Қайта Андрей Шутов сол ойында керемет тұрып, бірақ десе де 40-ші секундта Камтуа гол соғып кетті, бірақ дегенмен сол ойында әлсіз бастадық. Осыған себеп сендердің ойларыңша не? Неге біз Тракторға қарсы ойында да бірінші гол жібереміз? Амурға қарсы ойында да бірінші гол жібереміз, және Минск пен Москваға қарсы да бірінші гол жібереміз. Енді жанкүйерлерде шынымен де біз өзімізде ойын барысына кіре алмадық бастапқы кезеңде, Москвамен болған ойында. Одан кейін екінші кезеңде қыза бастаған кезде аренада көтеріліп біздің ойыншылар да рухтанып нәтиже көрсете бастады ғой. Жауап қанағатсыздандырылады десек. Жоқ, енді мен сұрап отырмын, неге олай әлсіз бастап жүрміз? Жалпы сендердің ойларыңша қалай ойлайсыңдар? Жоқ, мен баса берме Дина, кәсіп. Мен оған мүмкін алдағы өткен 2024-2025 маусымдағы ойындар әлі әсер шығар енді. Жоқ, сонда команда әлі Михаил Кравец айтып отыр ғой, біз олар Динамо Москва ғой деп айтып отыр да.
мәскеулік Динамо ғой олар жасқан ойнап иә жасқан. Сонда біз әлі өзіміздің чемпиондық мінез қалыптастырмаған ба команда әлі алғашқы ойындарда? Енді алдыңғы жылғы маусымдағы ойындардағы статистикаға қарайтын болсақ, біз жеңген командалар олар Лада, Бапкер ауысты команда дегендерді ғана жеңгенбіз. Біз енді Локомотив, Трактор дегендерден ұтылғаннан кейін енді олардың да ойында болады ғой. Біз осы праймдағы командаларды жеңе аламыз ба, оларға қалай деген сияқты. Енді қарсы тудыра аламыз ба деген сияқты. Енді қатты олай сөкпеңдер бір жағынан да. Енді бірінші үй сериясы бітті, әлі алда 3 ойын бар. Жалпы сыртта болатын ойындар. Енді команда енді қалыптасып жатыр ғой. Жаңа легионерлер келді деп жатырмыз. Енді бапкер жаңа. Енді ондай қателіктер болмайды деген сенімдеміз. Бірінші периодта 40 секундта гол жіберіп алды. Жалпы енді команданың аяқ алысы жаман емес. Енді статистикаларға тағы бір айтайықшы. Тракторға қарсы 3 мүмкіндікті пайдаландық. Амур мен Минскке қарсы артық құрамдарды пайдалана алмадық сәтті. Өте сәтсіз болды. Ал Мәскеуге қарсы бірнеше мәрте. Үш рет па артық құрамды пайдаландық және бір рет бос қақпаны тура көздедік. Осы орайда енді осы 4-ші ойын күні Михаил Григорьевич Вячеслав Колесников деген жас баланы осы артық құрамға, жас бала емес енді дебютті ойыншыны артық құрамға шығарып отырды. Осыны сенім артып отырды. Яғни бұл жерде бапкердің осындай өзгерістері себепкер болды ма? Артық құрамды пайдаланамыз, алдағы уақытта осылай арнайы бесті Вячеслав Колесников осы Викиони Марелимен бірге шығып отырса әрдайым пайдаланып отырамыз ба? Амурға қарсы, Минскке қарсы неге олай болмады? Қалай ойлайсыңдар? Енді біз айтып отырмыз ғой. Москвамен болған ойында, жаңа Динамо Мәскеумен болған ойында басқаша бір атмосфера болды, иә, кәдімгідей басқа бір негізі аренаға кіргеннен кейін жаңағы басқа чувство болды, басқа эмоциялар болды. Енді Михаил Кравецтің өзі де кеше айтып отыр, тактиканы өзгерттім дейді. Енді бірінші периодтан кейін біз кішкене бір сат төмен тұрдық, екінші периодқа шықпас бұрын Михаил Кравец енді сөз қозғады. Киім ауыстыратын бөлмелерінде енді өзгеріс енгізді ғой енді кәдімгідей. Соның арқасында жеңіп кеттік деп ойлаймын. Енді осы жас ойыншыларымызды айтпай кетуге болмайды. Өте керемет, өздерін өте жақсы көрсетуде. Кеше сұхбат алғанда да өздері айтып жатыр. Келген легионерлерден біз үлгі аламыз. Тәжірибе жинап жатырмыз. Командадағы жаңағы атмосфера, эмоция, ойынға шығатын алдындағы кәдімгідей настрой дейміз ғой, соның бәрі өте жақсы болып жатыр деп бізге сұхбат берген болатын. Және бұл тренердің, тек қана тренердің емес, бұл жалпы барлық команданың үлкен бір қосқан еңбегі. Сосын жаңағы сұрақ болды ғой, қалай Москваны ұтып кеттік деді ме? Қандай сұрақ болды сенде? Жоқ, артық құрамда Москва мен Тракторға қарсы пайдаландық арнайы бесікті. Мустьеш форматында бірінші гол соғылды ғой. Ал Минск пен Амурға қарсы пайдалана алмадық. Енді осы ортадағы екі ойында артық құрамды пайдалана алмауымыздан кейін Михаил Кравец тұртта Вячеслав Колесниковты осы арнайы бестікке қойып отыр. Яғни, мысалы, бірінші бестік, екінші бестік болса, соған арнайы бестік болады. Енді ардан саған түсіндірейін. Хоккейді жаңа көріп соған Вячеслав Колесниковты шығарды, дебютті голын соқты. Осыны айтып жатырмын да, сонда Михаил Кравецтің тактикалық негізінен бірінші периодта ұтылды ғой, 1-0 есеппен. Одан кейін ойыннан кейінгі пресс-конференцияда сұрағанбыз, не өзгерді? Сол кезде айтады, Динамо Мәскеудің өзінің қателіктері болды, және сол қателіктерді біз пайдаланып, ойыншыларды провокацияларға ұшытқызып, оларды айып штрафной зонаға отырғыздық дейді. Бір сөзбен айтқанда бізге қарсы команданың агрессиясын өз пайдамызға шеше алдық, және де сол мүмкіндікті толықтай пайдалану арқылы жеңіске қол жеткіздік. Жоқ, енді сонда осыдан Арлан Айда енді сендердің сөздерінен келеді. Осыған орай сонда мәскеулік Динамо Барыс командасының жеңіске жетуіне, ойында екінші кезеңде өзгертуіне өздері көмектесті ме сонда? Әлде біз өзіміздің тактикамыздың арқасында жеңдік па? Осы ғой сұрақ. Міне, өзінің тактикасын. Михаил Григорьевичтің өзінің тактик екенін тағы да бір мәрте дәлелдеп отыр. Оны тек қана айтты ғой. Біздің ең басты мақсатымыз ойыннан қуылмау болды. Және олар оны жүзеге асырды толықтай. Себебі Динамо Москва жеңіліп баратқаннан кейін, енді жеңілгеннен кейін, хоккей болғаннан кейін эмоция болады. Қарсылас команда уже андай төбелеске жақын
біздің ойыншыларды итеріп, жаңа көрдік қой, біреуісті құлап қалған ойыншыны одан сайын итеріп, оның бәрі эмоция. Олар не үшін істейді? Себебі Барыс командасын одан сайын эмоцияға шығарып, жаңағы темптен бұзылып қарқынын басып тастау ғой. Қарқынын басып тастау, Енді сол кезде Барыс командасы 5-3 форматында ойнады ғой. Есіңде ма? Қорғаныста біз Барыс командасының статистикасын қарасаңдар, қанша мүмкіндікте бір-ақ рет па гол жібергенбіз кем құрамда. Қалған барлығында алып шықтық. Минскке қарсы ойында да кем құрамда ойнаған сәттеріміз болды 5-3 форматында. Осы орайда Барыстың биылғы маусымдағы бағана қорғанысы әлсіз деп жазып жатырмыз, айтып жатырмыз, бірақ дегенмен кем құрамда Барыс командасы әзірше үздіктер қатарында көрсеткіш бойынша. Келсем. Кравецтің тактикасының артықшылығы сол жас ойыншылардың потенциалын ашып, оларға мүмкіндік бере алуында болып тұр ғой бұл жерде. Мысалға, Колесников өзін жаңағы голды салды. Келесі мәрте оны шығарып жатса, тағы да жаңағыдай артық неге тағы да салатынына сенімдімін. Өзіне сенімді болады ғой енді ойыншы. Әрбір ойын сайын, әрбір уақыт берген сайын тәжірибе жинайды, ойын тәжірибесін жинайды. Әрине. Енді Вячеслав Колесниковтан бөлек дебютты ойынымен Владимир Волковты айтуға болады. Жалпы енді Владимир Волковты айта кетейінші, мен өзім Прохоккей лигасында Арланның ойындарын жүргізгем кезінде, сол кезден танимын. Ойлаңызшы, енді ана ойланыш деген тренд бар ғой. TikTokта дәл осына Владимир Волков түсірсе болатын сияқты, өйткені ол Прохоккей лигасында бірнеше маусым бойы ойнап жүрді. Алаң сапында көзге түсе алмай жүрді. Одан кейін Арланмен чемпион болды, үздік сұрмерген болды. Одан кейін Тұратта ұлттық құрамаға, Қазақстан құрамасына элиталық дивизионнан түсіп қалды, енді әрине өкінішті. Бірақ дегенмен соған шақыртып алған кезде ол бір қосалқы шабуылшы ретінде барды. Негізгі шабуылшылардың бірі емес, көшбасшы шабуылшы емес, қосалқы үздік көрсеткішін алды. Және сол ойында басқа басымыз Волков Қазақстан құрамасының пайдасына 2 гол соқты. Одан келгеннен кейін биылғы маусымда Сарыарқа Прохоккей лигасына бар күшін салып жатыр, чемпиондыққа дайындалып жатыр. Сол үшін Владимир Волковты алады, бірақ ол жақта емес, ол Қазақстанның номер 1 клубы. Келсет шығар барлығы Барыс командасына ауысып келеді. Мінекей, ойлашы деп Владимир Волков түсіру керек қой негізі, сен бүйтесің деп ше. Кешегі бірақ дебютті ойыны маған ұнаған жоқ. Ойынның басында кішкене андай қобалжып, кішкене қателіктер жіберді енді. Соның арқасында да біз өзіміз гол жіберіп алдық деп. Енді оны да түсінуге болады, құрлықтық хоккей лигасындағы алғашқы дебют. Команда да қалай жасақталған, оның бәрі оған танысып қой, енді әзірге алдағы ойындарда тағы шығарып жатса, өзінің жақсы қырынан көрсете алатын шығар. Енді Барыс клубына шақыртып алғаннан кейін меніңше ондай сылтаулар болмайтын сияқты, себебі сен 3 ойын бойы мүлдем шақырту алмайсың, 4-ші ойында шақыртып аласың, саған мүмкіндік туып тұр, ойыншы жарақат алып, сен түзу пас бере алмайсың. Енді ол спорт болғаннан кейін, ол қорқыныш бәрібір Динамо сенеміз, соңына дейін Барыстың әрбір ойыншысына сенейік. Енді осы орайда Дінмұхамед Қайыржанды айта кетейік, тамаша мүмкіндігі болды. Бірге бір шыққан қайта мәскеулік Динамоны жеңіп кетіп абырой болған сияқты, өйткені Қайыржан сол бірден өлесемен жеңіліп жатырмыз. Бірінші кезеңнің соңғы минутында бірге бір шығады да гол соға алмай қалады. Жалпы Қайыржанның Барыстағы өткір шабуыл жасайтын жалғыз ойыншы деп айтуға болатын шығар. Бар енді бірнеше ойыншы, бірақ дегенмен жеке шеберлігіне салып шайбамен жүретін ойыншы, бірақ десе де сол қақпаның жанында соңғы бір сәтте нүктесін қоя алмай жатады. Ойынын қалай бағалайсыңдар биылғы маусымда? Не жетіспейді Қайыржанға? Дінмұхамед Қайыржан шынымен де потенциалы өте жақсы ойыншылардың қатарында, оның үстіне жылдамдығы да жақсы, шайбаны өзіне тосып алуы да бір жоғары деңгейде, бірақ енді эгоист ойыншы деп есептеймін мен өз басым. Сол жағы сәл минустау, бірақ шеберлігі жақсы. Келіспеймін. Ол осы жерде келіспеймін, негізі айдаймен. Өйткені Мұхаммед Қайыржан эгоист деп айтасың, жоқ, бірақ әрбір командада бір сондай ойыншы болу керек. Шайбаны ұстай алатын, шайбамен жүре алатын, және шайбамен жүріп өзіне ойынды алатын. Негізінен жауапкершілік. Міне осы тағы да пресс-конференцияда Михаил Кравец айтқан болатын, маған негізінен өзіне жауапкершілік ала алатын ойыншылар ұнайды деп айтқан, дәл солай. Сондықтан Дінмұхамед тоқтама, осылай өзіне ойынды ала бер, эгоист бола бер, өзіне соққылар жасай бер. Біз саған шынымен мен өз басым сенемін. Сондықтан енді алдағы ойындар тоқталмас бұрын, соңғы осы маусымдағы, үйдегі 4 ойындағы Морелли, Галимов, Виккионенің 3-тігі шабуыл шебіндегі қалай бағалайсыңдар? Бұлар енді сұмдық андай. Әдемі үштік. Виккионе 2 гол соғып, 2 нәтижелі пас берді соңғы ойында, және 7 ұпай жинады қазір. 4 ойында. Қақпаға қарсы шайбаны бағыттауларында бір үлкен шеберлік бар. Галимов тактика жағынан өте жаңағы тәжірибесі көп, жаңағы пас бергеннің өзінде де осы қақпаның алдында пас беріп гол соғып еді ғой. Сол жерде де жаңағы
кәдімгідей андай пас бергеннің өзінде андай сезіп тактика жағынан өте жақсы ойнайтын ойыншылардың бірі. Және бұл үштікті бұл фаворит деп ойлаймын енді. Енді Викене биылғы маусымда Құрлық лигасында үздік легионер атана ала ма? Қалай ойлайсыңдар? Өйткені соңғы ойындарда әрбір ойнаған ойында ұпай жинап жүр. Және бір емес. Менің ойымша, иә. 100% да. Иә. Тек Қалай ойлаймын. қана позитив. Өйткені шынымен де Викене допты жүргізу ғана емес, Шайбаны қақпаға қарсы бағыттауы енді өте шебер. Тура бағыттайды. Сұр мерген деп атасақ болады. Мен доп деп, басым ошып барып кетті, доп деп, шайба. Енді жалпы бұл ойында Барыс командасына барлығын айтуға болады. Өмірбеков гол пас жүйесімен 2 ұпай жинады. Барлығы үздік болды. Және Әділ Бекетаев пен Самат Данияр осы Инстаграмда комментарийде жазып жатқан хейттарға жауап берген еді. Сол ойында Мәскеу Динамосына қарсы өте жақсы ойнады деуге болады. Шайбаны дер уақытында шығарып отыр. Өзі айтып жатыр. Соңғы ойындарда жігіттер жақсы ойнап жүр деп. Енді алдағы ойындар қонақта өтеді. 3 ойын: Магнитогорск, Северсталь, Металлург және Северсталь және Минсктің Динамосы. Кеттік қысқа нұсқа, бізде уақыт аз. Арлан, сен қалай ойнайсың? Біз қанша ұпай еншілейміз осы 3 ойында? Жалпы есеппен 5 немесе 6 ұпай деп ойлаймын. 3 ойында жеңеміз деп ойлайсың? 3 ойында жеңеміз, немесе ұтылсақ та, бірақ овертаймға жеткіземіз. Кімді ұтылып қаламыз деп ойлап отырсың? Динамо Минскті ұтамыз деп ойлаймын. Ответка болады. Металлургқа қарсы ұтылып қалатын секілдіміз бірінші қонақтағы ойын, ал Северсталь ұтатын секілдіміз. Жалпы осылай. Айдесе онша Северсталь негізі ортан қол командалардың ішінде ең мықтылардың бірі болып табылады. Кез келген командаға қарсылық Сол көрсетеді. Северстальға есеп жібереміз деп ойлаймын. 2-1 болатын шығар деп өз басым ойлаймын. Динамо Минскқа шынымен де жауап қайтара алатын шығармыз енді осы жолы. Үміттеніп отырмыз. Ал Металлургте Булитті жеңетін сияқтымыз. Ол команданы енді Барыспен тең деп ойлаймын. Олар өткен сезонның Алдыңғы маусымда чемпион болды. Гагарин кубының жеңімпаздары. Ал мен ойымша сол Металлургты мүмкін жеңіп қалармыз деп. Негізі мен 5 немесе 4 ұпай аламыз деп үміттеніп отырмын. Северстальдан мүмкін жеңіп қалармыз. 50-50. Ал Динамо Минскке әрине ответка қайтару керек, енді бұл болмайды. Принципиально ма екеуіңде де бірегіңде. Менде де солай ойлаймын. Менде Арлан сияқты 3 ойынның 3-інде де ұпай аламыз деген ойдам. Мүмкін 4 ұпай, мүмкін 5 ұпай. Енді уақыт көрсетеді. Командаға ең басты сәттілік, жеңіс тілейміз, Михаил Кравецтің шәкірттеріне. Әрине Тайс Томпсон сынды ойыншылардың қатыса алмайтыны өкінішті, бірақ дегенмен енді Маккошин сияқты үздік қорғаушылар қайтадан қатарға қосылды. Иә, келісемін. Жалпы солай жігіттерге сәттілік тілеймін. Марели, мен кім, Марели қатысын өз басым өткенде. Сол Марели кімге қарсы? Динамо Минскке қарсы берген пас Марели ғой. Анау енді бүкіл КХЛ, бүкіл Инстаграмдары жүрген пастардың бірі ғой негізден. Сондықтан Марелиға өз басым сенем. Сәттілік жігіттер. Барыс алға толықтай сенем. Әділ Бекетаев, мен сенем, жасымаңыз. Барыс прайм оралды деп ойлаймын. Және де командаға тек қана сәттілік, алда жеңістер көп болсын. Әрине біз ең бірінші фанаттар болғандықтан кейін жеңіс күтеміз. Ойбай. Олай болса біздің кезекті бағдарламамыз шағылымыз аяқталды. Біздің YouTube арнамызды әрдайым әр бағдарламаны жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Біздің YouTube арнамызға тіркеліп қойыңыздар. Қазақша контентті қолдаңыздар. Барлығымыз бірге хоккейдегі қазақ контентін бірге дамытайық. Ал. Қонақта сәттілік дейміз. Бұл жолы енді 200 қаралым болады деген ойдамын. Бұйырса, тағы да өзімнің туыстарын шақырамын, сонымен 200 болады деп ойлаймын. Мұны айтамын. Сіздермен болған Пульс хоккей. Пульс хоккей.